Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін мен сіздерге гормон дейміз ғой, гормондар жайлы айтпақшымын. Жалпы адам денесінде, адам бойында гормондар қай кезде қалай бөлінетіндігі туралы білуші ме едіңіз? Егер білмеген болсаңыз, бүгін біліп алыңыз, қалай жұмыс істейтіндігі туралы сізде ақпарат болады. Гормондар біздің денемізде өте маңызды рөлдер атқарады. Сондықтан таңғы сағат 6-дан бастап серотонинмен біздің бойымызда кортизол гормоны бөлінеді. Сол да 6 сағаттан кейін ұйықтауға болмайды. Өйткені кортизол гормоны бөлінгеннен кейін адам ұйықтай беретін болса, керісінше адамның денесінде артық энергия жиналады да, ол депрессия мен стресстерге алып келеді. Адам демалған емес, наоборот, керісінше шаршаңқы сезініп, өзін шаршап тұратын болады. Сондықтан бұл кезде кортизол гормоны бөлініп жатқан кезде таңғы сағат 7-ден кейін ұйықтаудың ешбір пайдасы жоқ. Содан кейін таңғы сағат 8-ден бастап біздің бұлшық еттерімізді жетілдіретін, бұлшық еттің өсуіне жауап беретін стероид гормоны бөлінеді. Дәл осы уақыт бізде денсаулықтың қалпына келтіретін, спортпен айланысатын уақыт. Одан кейін сағат 10-нан 14 аралығында біздің бойымызда ДГА гормоны бөлінеді. Ол біздің нерв жүйемізде психикамызға жауап береді. Сіз осы уақытты өзіңіздің дамуыңызға, психологиялық дамуыңызға, жалпы кез келген есте сақтау қабілетіңізді, өз қабілеттеріңізді дамытуға жұмсасаңыз таптырмайтын уақыт. Сондықтан осы уақытты өте пайдалы және жүйелі түрде пайдаланған өте дұрыс. Осы уақыттағы оқыған, тоқығаныңыз, есте сақтағандарыңыздың барлығы сіздің бойыңыздан өтіп, сізде өте пайдалы ақпараттар мен жалпы даму жолыңызда өте үлкен пайдасын тигізеді. Сағат 2-ден бастап соматотралин гормоны бөлінеді. Ол дегеніміз адамның өсуіне жауап береді, адамның денесінің өсуіне жауап береді. Сол кезде кішкене жатып 20 минутта ұйықтап алсаңыз болады, бірақ 20 минуттан артық ұйықтауға болмайды. Ұйықтағаннан кейін ары қарай жата бермей тұрып, сразу денеңізді шынықтырып, қимыл қозғалысқа түскен жөн. Содан кейін барып 9 сағаттан бастап біздің денеміздің икемділігі, жалпы жұмысқа деген несі төмендей бастайды. Адамның денесіндегі температура төмендейді. Барлық күні бойға істелген дүниелерді жүйелеп ұйықтауға кіріскен жөн. Осы 9-дан бастап таңғы 6-ға дейін мелатонин гормоны бөлінеді. Бұл біздің демалуымызға, барлық артық ауыс депрессиямызды, бойдағы стресстерді жоюға осы уақыт таптырмайтын уақыт. Сондықтан 9-дан, тіпті кеш қалдым дегенде 10-нан артық түнде телефон шұқылап, жайдан жай, просто так түнгі ұйқыңызды мелатонин гормоны бөлініп жатқан уақытта жіберуге болмайды. Бұл уақыттар жаңағы гормониальный бұзылыстар осыдан болады. Сондықтан гормонның қалай түзілетіндігі туралы сізде ақпарат бар, пайдаңызға жарасын.